Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Құрметті мұсылман бауырлар, исламдағы қол мәселесі. Не себептен ислам шариғаты бір адамға өзі сияқты адамды құл қылып алуға рұқсат береді? Неге адамзаттың дәрежесін түсіріп, оған зұлымдық жасайды? Адамдар барлығы бір Алланың құлы емес пе? Неге ол адамды ислам шариғаты құл қылып дәрежесін түсіреді? Жалпы ислам шариғаты құлы бар адамға күнде құлдың 70 қатесін кешіруге бұйырады. Егер ол құлдың қатесі күнде 70-тен асып кетсе, оны кішігірім жазалауға рұқсат береді. Құл тұрсын қазіргі таңда өз баласына сондай кешірім көзқарасымен қарайтын, сондай мінезбен, сондай ақылақпен қарайтын адам қалған жоқ. Сонда да ислам дұшпандары исламға сондай кірдерді, сондай жалаларды жабады. Бұл құл мәселесін кішігірім қысқадан нұсқа түсіндіретін болсақ, қашан мұсылмандардың дұшпандары, ислам дінінің дұшпандары исламға шабуыл жасап, исламмен соғыс ашатын болса, мұсылмандар олармен соғысқа шығып, олардың адамдарын әсер қылып алса, енді сол әсерлерді не істеу керек? Оның бір жолы ол әсерлердің барлығын жазасыз азат қылып жіберу. Оны ақылы дұрыс адам қабылдамайды. Неге? Себебі ол өз дұшпаныңды өзіңе дайындағаның болады. Яғни тағы өз дұшпаныңның санын көбейткенің болады. Ол қайтып оралып саған шабуыл жасайды. Онда ол азат қылу дұрыс жол емес. Екінші жолы оның барлығын алып өлтіріп тастау. Бұл да бір дұрыс жол емес. Не себептен адамдардың барлығын өлтіріп тастау керек? Онда ислам шариғаты бұйырмайды әсерді өлтіруге. Үшінші жолы ол әсерлердің барлығын түрмеде қамап тастау. Осы жол кейбір мемлекеттерге, кейбір елдерге ұнайтын шығар. Өзінің дұшпандарын, өздерінің жауын қамап тастау. Бірақ оның өзі де бір дұрыс жол емес. Себебі ондай адамды түрмеде қамау, ол үкіметке, елге пайдасы жоқ, керісінше зияны бар. Қандай адамды алып тамағын беру, оны күзету, ол күзететін адамдарға ақша беру, қанша ол елге, мемлекетке ауыр бір шығын болып есептеледі. Тағы ол адамды түрмеге салу мақсаттан оның тыныштығын алу, немесе оның азаттығын алу мақсат емес. Бірақ түрмеде жатса, ол сондай деңгейге, сондай дәрежеге түсіп қалады. Тағы ол жүрегінде ешқашан кек азаймай түрмеде жатса, қанша жыл жатса да, дұшпандығы, жаулығы, кектігі сенден азаймайды. Сондықтан қандай адамдар түрмеде жатыр, тағы ол түрмеде адамға зиян болады. Қандай зиян? Ол адам түрмеде жатса, сол замандың дамуындан, білімінен, өсуден кері қалып қояды. Соның өзі адамды білімден алып қалу, өсуден алып қалу, дамудан алып қалу ең үлкен зұлымдық. Сондықтан ислам шариғаты қандай дұшпандардан мұсылмандарға әсер түссе, оларды мұсылмандардың арасына тарататын болды. Яғни сол мұсылмандар, сол әсердің тамағы, жейтін киімі, үйі қалатын, үйі баспанасы сол мұсылманның мойнына болатын болды. Бұлай қарағанда бір адамның тамағы, киімі сол мұсылман жанұяға көзге көрінмейтін шығар. Бірақ соны көпшілік есептейтін болса, қандай үлкен жүк мемлекеттің мойнынан түседі. Яғни егер оның барлығын, тамағын, киімін, баспанасын беретін болса, ол үкіметке үлкен бір жүк болып есептеледі. Сондықтан бұл құл, былай айтқанда, өз еңбегінің ақысын алады. Істейді, жұмыс жасайды, мұсылманға тамағын жейді, киімін киеді, баспаналы болады. Тағы ол енді азат, еркіндікте ол. Ол ешкімнің әсері емес. Ол үйі, мұсылманның үйі өз үйі болып есептеледі, жанұя өз жанұясы да есептеледі. Тағы ол мұсылман қандай жұмыс жасайтын болса, ол жұмысты қасына барып үйренеді. Егер ол білім иесі болатын болса, одан барып білім алады ол мұсылмандар. Осы құлдық мәселемен, құл тұтыну мәселемен қандай ислам тарихында қандай адамдар, қандай құлдар үлкен білімді ғалымдар болып шықты, қандай әулиелер болып шықты. Бұл құл болып
яғни құлдықтың негізгі пайдасына көре сондай әулиелер, ғұламалар исламда шыққан. Енді егер ислам діні сол әсерлерді құлға бермей, оларды алып түрмеде қамап қойғанда, олар мұсылмандармен ешқандай байланыста болмай, мұсылмандар да олардан байланыста болмай, олар исламдың пайдасынан, діннің пайдасынан, ақиреттің пайдасынан қалып қоятын еді. Тағы, егер олар түрмеде қалғанда, білімдің, өсудің, дамудың, мәдениеттен қалып қоятын еді. Сондықтан ол үлкен өздеріне зиян болып есептелетін еді. Бірақ бұл құл болу арқылы, құлдықтың пайдасынан олар сол егесімен жұмыс жасап, білім оқып, қандай тарихта үлкен мухаддистер бар, үлкен ғалымдар бар, үлкен қарилар бар, үлкен муфассирлер бар, үлкен қазылар бар, барлығы құл болып осы дәрежеге жеткен. Тіпті Наби саллаллаху алейхи вассалам құлдарға сондай қарасатын болды, кімде-кім құлы болса, өзі не жесе құлына берсін, не кисе құлына берсін деп. Тіпті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның ең соңғы уасиеті былай болды: Ас-салат, ас-салат, иттақулла фима малакат айманукум дейді. Намазыңызды оқың, намаз оқың. Тағы құлдарыңыздан, Аллахтан қорқың. Бірде-бір зұлымдық жасаушы болмаң құлдарыңызға деп. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның уасиетін сахабалар, табиинер барлық амал жасап, құлдармен жақсы мәміледе болып, ол құлдар ислам дініне келіп, исламда үлкен орынға, жеңіске жеткен бұлар. Құл болып, құл арқылы онсыз жеңіске жетті. Мұсылмандармен бірге болып, олардан білім алып, олардан хадис білім алып, фиқ білім алып, егер оларды түрмеде қамап қойғанда, құл қылмағанда, қандай жеңіске жететін? Бұл негізі құл тек аты құл, бірақ барлық еркіндік пайданы мұсылмандар оған беретін болған. Егер оны керісінше түрмеде қамап қоятын болса, оған қандай зиян болып есептеледі? Қазіргі таңда өстік, дамыдық, мәдениетті еліміз дегендердің өзі не істейді? Дұшпандарын қамап қояды. Қандай үлкен зұлымдық. Бірақ мұсылман оны ешқашан қабылдамайды. Оны бір мұсылманға береді, тамағын, киімін, ішетін тамағын бер, оған білімін үйрет. Мақсат не? Оны өсіру, дамыту, тағы үкіметтің мойнынан үлкен жүкті алу. Негізгі құлдық мәселе осы. Бұдан артық ешқандай сыр жоқ бұл мәселеде. Алла субхану ва тағала ислам шариғатын баршамызға дұрыс түсіну нәсіп қылсын иншаллах. Алейкум ассалам.